саламатсыздар ма балалар? Саламатсызбыз. Отыра қойыңдар. Қазір бізде әдебиетті оқу сабағы. Олай болса, біз әдебиеттік оқудан сендерге қандай тапсырма бердім үйге? Сабира. Абай Құнанбаев атындағы ғылым таппай мақтанба өлеңін жаттауға берді. Енді қазір үй тапсырмасы маған кім айтады? Сонда балалар, бүгінгі сабаққа мүлдем біреуің дайын емессіңдер ма? Олай болса балалар, мен сендерге 5 минут уақыт беремін. Сендер қайталап алыңдар. Мен қазір айналып келемін. Қайтып келгеннен кейін сұрауды бастаймын. Телефон арқылы хабарласайық. Сонда бірінші мен тақтаға шығып, Нұрай, сен бірінші маған хабарлас. Содан соң саған, Қанатқа Ислам хабарласын. Ал содан соң ең соңында Ислам Нұрайға хабарласын. Мұғалім ашуланады. Түсінікті. Онда солай істейік. Жарайды, отырайық. Қазір мұғалім сыныпқа кіреді. Уақыт өтті. Тапсырмасын қайталадық па? Жақсы. Кім айтады? Жақсы, келе ғой, Нұргүл. Абай Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба. Ғылым таппай мақтанба. Орын таппай мақтанба. Ой, мұғалім кешіріңіз, мен түрткен алмағанда ол қатты қобалжиды. Балалар, мыналарың не тағы? Мен сендерге не айттым? Мектепке келгеннен кейін, сабақ басталғаннан кейін телефондарыңды өшіріп тастаңдар деп ескертіп едім қайда? Құмарланып шаттанба. Мынау кімнің телефоны тағы да? Неге тыңдамайсыңдар мені? Кешіріңіз, ол менің әкем ғой. Трубканы көтермесем, әкем қатты қобалжиды. Абай Құнанбаев. Ғылым таппай мақтанба. Мынау тағы кімнің телефоны шырылдап жатқан? Неге бір айтқаннан орындамайсыңдар? Кәні бәріміз телефондарында дыбыссыз режимға қойыңдар. Кешіріңіз, мұғалім. Бұл менің әжем. Әжем менсіз дүкенге барып, өзіне аяқ киім ала алмайды. Ол аяқ киімі сол аяқ киімге, ал сол аяғынан аяқ киім кигізіп сыймайды деп, өзімен өзі жынданып жатады. Сондықтан ол әрқашанда маған осылай сабақ үстінде звондайды. Кешірім сұраймын, енді олай қайталанбайды. Болды, осымен жетеді. Сендер менің ашуыма тидіңдер. Қазір барлықтарын қалталарындағы, сөмкелеріндегі телефондарыңды маған жинап беріңдер. Болды, мына телефондарың менде болады. 1 ай бойы менің шкафымда тұратын болады. 1 айдан кейін бірақ қайтарамын. Әбден шектен шықтыңдар.
беріңізші. Кешіріңіз бізді, енді қайталанбайды. Ата-анамызға